Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне бізге Қытайынан посылка келді. Бұл примерно 18-19 күн жүрді. 20 күндей жүрді ғой. Міне бағасы $1.52. Міне бізге China Post поштасымен келді. Міне біздің адресіміз Семей қаласы. Сондай. Оны бүгін сіздерге ашып көрсетемін. Ал бастайық. Міне жақындасамыз. Жақсы клиентті бұл. Примерно 20 күндей жүрді. Bunun içinde generator var. Generator. Қызық, дұрыс клейленбепті. Тоқтары сау. Мына жерге негізі клей төгілу керек болған. Полный болып тұру керек. Бірақ мұнда төгілмейді. Ішінде түк жоқ. Осындай пупыркамен кепті. Жақсы қапталған. Көрдіңіздер, міне осындай генератор біздің. Бұнымен мен алдағы видеоларында электрошокер жасап көрсетемін сіздерге. Осындай посылка. Бірақ бұл жерде негізі болу керек. Ал енді бұл жерде біз тексеріп көрейік. Міне біз бұны осындай батарейкамен көреміз. Бұған керегі бізде негізі фокус алмаштыр. Яғни бізге бұл жерде 3.7 вольт керек, ең азы. Біз көрсетейін сіздерге. Ең алдымен біз арасын ашықтатып аламыз. Бүйтіп ашықтатып аламыз да. Көрсетемін. Көрдіңіздер ме? Дауысы қатты шығады. Өте қатты екен, қорқынышты екен. Қастағы көрсетейін. Мен ең бірінші мынандай батарейка істеп көрдім. Одан ақырын шығады екен адан. 1.5 вольт қана ғой. Бұнда 1.5 вольт қана. Ал бұнда 3.7 вольт. Бізге 3.7 вольт керек екен бұны айту үшін. Міне. Көрсетейін. Арасын ашықтатып көрейік. Көрдіңіздер ме? Мен сіздерге электрошокер жасап көрсетемін. Алдағы видеомды көрдіңіздер. Мен тағы да посылкалар ашам, Қытайға заказ беріп. Жазылыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Достарыңызды шақырыңыздар көруге. Осыдан мен электрошокер жасап көрсетемін. Тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, достар. Лайк басыңыздар.